Қазақ поэзиясының қас шебері Ілияс Жансүгіров, оның құлагер поэмасы азаттықты аңсаған тұлпар тағдыры, жүйрікке деген сүйіспеншілік пен өкінішті тағдыр туралы шығарма. Құлагер ақан серінің ардақты тұлпары. Қазақ даласының аңызға айналған жүйрігі, құлагер даланың бұлбұлы секілді, дауысы жоқ, бірақ жүрегінде әні құлагердің дүбірі, еркіндіктің үні. Жүйрік тұлпар бәйгеге түседі. Жеңіс құлагердің қанатында. Ол шапқанда дала дүбірге толады, жел де оның екпінінен қалып қояды. Құлагер алға ұмтылады, оған кең дала тарлық еткендей саңғап барады. Жеңіс оның тұяғында, үміт оның жүрегінде. Құлагер шапқанда көк аспанмен жарысқандай, жер дүние дүбірге толып, қалың қазақтың үміті онымен бірге самғайды. Оның тұяғы тиген сайын шаңдақ жолдар от болып жанып, дүбірі жүректерді дүр сілкіндіреді. Алайда құлагердің тағдыры бұл бақ пен сордың бітіспес айқасы. Тұлпардың маңдайына жазылған тағдыр бір сәттік даңқ пен мәңгілік қайғының тоғысы. Қызғаныш оты жүректерге шоқ болып түсіп, сұм ажалға бастайды. Құлагердің жүйріктігі талайды сүйсіндірсе де, көре алмаушылықтың жалыны оны өлімге жетелейді. Ол бәйгені бағындырғанымен, адамдықтың арамыздағы ең ауыр дерті қызғаныш оның жолын бөгейді. Қызғаныштан тұтанған от еркін тұлпарда ажалға жетелеп, ұлы жүйріктің өмірін қыршыннан қияды. Ақанның зарлы үні кең далаға тарап, самал желмен бірге қалықтап, халықтың жүрегіне жеткен шерлі жоқтау. Бұл үн тұлпарынан айырылған жүректің шырқыраған қайғысы, қасіретке батқан көңілдің үнсіз мұңдасы. Құлагердің тағдырымен бірге сол үн де даланы күңірентіп, ұрпақтан ұрпаққа жеткен азалы сарынға айналды. Құлагердің қазасы бір ғана тұлпардың емес, бар қазақ даласының қасіреті болды. Құлагер мәңгілік аңыз, еркіндіктің мәңгі символы. Ол кең даланың төсінде еркін самғаған рухтың бейнесі, қазақтың азат рухының бұлқынған тынысы. Құлагердің дүбірі тоқтаса да, даңқы ұрпақтан ұрпаққа жететін өшпес шежіре болып қала бермек. Ілияс Жансүгіров, құлагер қазағымыздың қастерлі мұрасы, асыл сөздің інжу маржаны. Бұл шығарма ұлт руханиятының биік шыңы, мәңгілік құндылықтарымыздың жарқын белгісі. Барлығыңызды осы кітапты оқуға шақырамын.